Ассалаумағалейкум. Қалдарыңыз қалай қадірменділер? Жұма күнгі шығарылым жақсы бір шу шығарыпты я, әсіресе өзбек бауырларымыз керемет белсенділік танытқан екен. Қазекемде қалыспаған. Жақсы бір пікір талас туындатқан тақырып болды бұл. Кейбіреулер бұл өзбектердің жасап жатқан айлалы әдістері. Сеніп қалмаңыздар. Басқа боксшылар барады деп жатыр. Жалпы деймінде, инфа себеп болмаса, мен мұндай ақпаратты ойдан алып таратпаймын ғой. Өзбектердің бокс пабликтерінде жүрген соң алып жасадым. Ал ол шынайы ма әлде пранк па, бұл жағына аса назар аудармадым. Дегенмен, бұл боксшылар барады деп нақты айта алмаймын дегенде де қосқанмын. Сондықтан бізге бәрібір. Пранк па, бұл әлде Киличевтің еріккеннен жасаған тірлігі ме өздері біледі. Толқын негізі салмақтағы азамат еді ғой. Әзіл қойлығы барын бұрын соңды байқамаған екенмін. Десе де кім біледі? Ағалық жасқа келгенде өнер шығаратын әдеті пайда болды ма? Болмаса көзіне косметикалық ота жасатқаннан кейін айналасына басқаша көзқараспен қарай бастаған ма? Бұл енді менің әзілім. Егер құрамаға қатысты видео олардың тарапынан әзіл болып жатса. Шындығына бізге кім барса да бәрібір олардан ет пен сүйектен жаралғандар барады ғой, роботтар емес, ұрып аламыз. Шығарылмасындағы комментарийлерді оқып отырсам, біздікілерде қайтпаған екен. Ендеше біз Данияр Елеусіновті алып барайық. Батыр Жүкенбаев пен Садриддин Ахметовті де қайтсын құрамаға дейтіндер өте көп екен. Жігіттер қойыңдар, қайтесіңдер қысыр әңгімені. Бұл тіптен миға сыйымсыз нәрселер. Мүмкін олимпиада чемпиондарымыз Сәпиев, Сәрсекбаев, Артаевтарды да қайтарайық дейтін шығарсыздар. Әйткенмен, мұндай пікір жазушыларға жел берген Данияр болды ғой. Токиоға немесе Парижге барғанымда алтын алатын едім деп. Елеусіновке қатысты қандай да бір негатив жазғым келмейді, бірақ сол айтқан әңгімелерін миыма қондыра алмадым. Токионы қайдам, Париж олимпиадасы қарсаңында біздің елде мұндай сөздер жүрген еді. Бұл федерациядан ескі өкілдері кетіп, жаңа басшылық келіп жатқан сәт еді ғой. Шынымен де сол бір тоқырауда профтағыларда қайтару керек шығар деген әңгіме көтерілген болатын. Дегенмен дәл қазір ондай бір боксшы тапшылығы жоқ бізде. Елеусіновке соңғы уақыттарда сынақтар жиі түсіп жатыр. Кейбір айтқан сөздерін мен түсінбеймін де. Не айтқысы келіп жүр? Көкейін тесіп бара жатқан қандай сұрақ бар екен деп ойланып қоямын. Шындыққа тіке қарай білу керек. Елеусіновтің уақыты баяғыдағы өтіп кеткен. Ол секілді даңқты боксшылар әрине бізде саусақпен санарлық. Олимпиада чемпионы, әлем чемпионы, Азия чемпионы, Азия ойындарының чемпионы. Мұндай даңқы бар ешкім жоқ қазір қатарда. Әйтсе де ол өткен күндердің өкілі. Қанша жерден дайындалып келсе де, ол өз айтқан олимпиадаларда жүлдеге ілігуі екіталай еді. Токионы енді қайдам, Париж ол үшін кеш болатын. Мұның орнына Даникке қазір профбокста ден қою керек. Осы үшін Америка асты ғой. Енді сол жақта жүріп, жаттығып, дайындалып, Зуфа боксингтің чемпионы атансын. Басқа тілек жоқ бізде. Өз айтқан бойындағы жаман әдеттерден де айықсы екен. Ары қарай сонда іс оңға басар. Ұлттық құрама мүшелеріне қатысты да тың ақпарат шықты. Әріптесім Аслан Қашенов 70 келі салмақ туралы маңызды жаңалық айтты. Өткен жолымен Төрехан Сабырханның бапкері шығарған мәлімдемемен Абылайхан Жүсіпов Азия ойындарына баратын секілді деген ақпарат айтқан едім. Сөйтсем әзірге бұл нақтыланбаған екен. Аслан Алматы облысындағы оқу-жаттығу жиынына барып, істің мән-жайын тексерген. Сөйтсек бұл сырттан жасалынып жатқан ақпараттық шабуылдар болып шықты. Нұржан Насанов әлі ешкімді таңдамапты. Дегенмен оңтүстіктік боксшының өкілдері сырттан осындай жұмыстар жасап жатқан секілді. Ильяс Оралбековтың ойын дәл түсіне алмай отырмын. Егер сырттан бағдарлайтын болсақ, Төреханға олимпиаданы беріп тұр ғой. Ал бұған Абылайханның командасы еш қарсылық танытып жатқан жоқ. Азия ойындарына Жүсіпов барып келсе, келесі жылғы Астанада өтетін лицензиялық әлем чемпионатында Сабырхан шығады. Өз еліміздегі бұл біріншілікте ол 100% лицензияны бекітіп қояр ма еді. Іште не болып жатқанын мен білмеймін. Ал сырттан қарағанда қарағандылықтар бәріне келісіп тұр. Онда барсын Төрехан Азия ойындарында. Ол жақта ұтып алатын болса алдын ала келісімге қарамай, келесі жылы ол да лицензиялық әлем чемпионатына қатысқысы келмейді дейсіз бе? Ол жерде тағы да осындай мінез таныта ма? Сәл түсініксіздеу. Әліптің артын бағу керек негізі. Абылайхан өте ақылды жігіт. Ол құр амбицияға ерік бермейді, эмоция да танытпайды. Қазіргі бабы келісіп тұрғанда сары құрлық олимпиадасына бақ сынағаны дұрыс. Есесіне ол кіші інісіне үлкен олимпиаданы қалдырып отыр ғой. Ал ғайыптан тайып, Төрехан Азия ойындарында ұтылып қалса ше, өз мықтылығына күмәнді күшейтпейді ме? Өткенде де айттым, қазірде тағы қайталайын. Тәтөш әлі жас, оны қатарынан барлық жарыстарға сала бермегенде абзал. Олимпиадаға дейін құпия болып қала берсін қарсыластар үшін. Кейбір сәйгүліктерді жасырын ұстап баптайды ғой. Оны да солай жасасын. Әлі болады оның мансабында түрлі жарыс. Бабында болса бір емес бірнеше Азия ойындарына да қатысатын уақыт келеді. Сондықтан құрама ішінен мұндай дау шығарған дұрыс емес деп есептеймін. Бұл іс өзара жақсы шешіліп кетсе екен. Бейнематериал ұнады ма, онда лайк басыңыз, пікір қалдырыңыз. Бұл біз үшін маңызды. Арнаға жазылып қоңыраушаны басып қойсаңыздар соңғы жаңалықтарды бірден біліп отырасыздар. Уақыт тауып тамашалағандарыңыз үшін рахмет. Қазақ батырларының жеңісті жорықтары молынан болсын.